Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді бүгінгі вебинарда қарсы алып отырғаныма өте қуаныштымын. Кешегі мереке күніміз құтты болсын. Кеше бізде баршаңызға белгілідей, бірлік күні болды. Қазақстан Республикасында бірнеше ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатыр. Тату тәтті, бір-бірінің жаңағы мүддесін құрметтей отырып, бір-бірінің жаңағы мәдениетін құрметтей отырып, бірнеше ұлт өкілдері бірге тұрып жатырмыз. Осы бірлігімізден айырылмайық. Үнемі Қазақстанымыздың аспаны ашық болсын, балаларымыз, отбасыларымыз аман болсын, әр отбасыда бақыт, береке болсын дегім келеді. Бүгінгі күнгі біздің вебинарда біз отбасын қолдау орталықтарының жұмысындағы нормативті құқықтық актілер туралы сөз қозғайтын боламыз, және осы нормативті құқықтық актілерді баланың мүддесін қорғау фокусында қарайтын болатынбыз. Не себептен осы заңнамалармен біз жұмыс жасау керекпіз, және бұл баланың құқықтарын қорғау жаңағы аясында қандай ерекшеліктері бар, соған назар аударатын боламыз. Жалпы бұл вебинардың орыс тілінде әріптесім, PhD доктор философии Айгерім Мұсабалинова, заңгер, заң аясындағы жаңағы PhD әріптесіміз даярлаған болатын. Мен осыны сіздерге қазақ тілінде жаңағы презентация жасайтын боламын. Жалпы өзіміздің күнделікті әлеуметтік жұмысқа да қолдана алатын тұстарын қарастыратын боламыз. Жақсы, енді ең алдымен отбасын қолдау орталықтары қалай, не себептен ашылды деген кіріспеге назар аударып кетейік. Жалпы былтырғы жылы, 24-ші жылы бәрімізге белгілі, салтанат заңы деп халық арасында айтып жатады. Осыған біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жаңағы қол қойылған болатын. Осы заңның аясында отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық бұрынғы кезде әкімшілік құқық бұзушылыққа жататын болса, осы заңнан кейін отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түрлері жаңағы қылмыстық заң бұзушылыққа жататын болып есептелінді. Сонымен қатар осы заң аясында көптеген жаңағы ерекшеліктері бар. Оған мына жерде қарап өтетін болсақ, ең алдымен, егер денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру, сонымен қатар соққы үшін жауапкершілік енгізіліп, енді бұл нәрселер жаңағы қылмыстық тұстан қаралатын болды. Сонымен қатар суицидке итермелеу және көмек көрсету сияқты жаңағы подведение к суициду деп айтады ғой, сондайды жаңағы суицидті насихаттау деген сияқты сәттерде қылмыстық деңгейге жататын болып есептелінді. Енді бұл сәтте жаңағы көбінесе бопсалау, неше түрлі жаңағы психологиялық тұрғыдан қысым жасау, соның бәрі енді жаңағы әкімшілік тарапынан емес, жаңағы қылмыстық тарапынан қарастырылатын болды. Сонымен қатар 16 жасқа толмаған балаларға қатысты жыныстық қудалау үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіле бастады. Бұрынғы жаңағы біздегі заңнама аясында 16 жасқа дейінгі баламен жасалған жыныстық тұрғыдан жаңағы заң бұзушылықтарға біздің жаңағы көзқарасымыз бойынша жеңіл жазалау қолданатын, қазіргі таңда бұл жазаның түрі өмір бойы бас бостандығына дейін жаңағы жоғарылатылған болатын. Сонымен қатар мына жерде әріптестер өте маңызды бір ерекшелігі, осы заң аясында буллинг және соның ішіндегі кибербуллинг, интернеттегі буллингте жаңағы жауапкершіліктің түріне енгізілді. Яғни мектепте біздің отбасыларымыз, әсіресе біздің клиенттеріміз, жаңағы неше түрлі қиын өмірлік жағдайға тап болған балалар болады. Одан кейін көп балалы, жағдай тұрмысы нашар отбасылар болғаннан кейін олар буллингке ұшыраудың жаңағы ең бірінші қауіпінде тұрады деп айтсақ та болады. Сол себептен мектеппен жұмыс аясында осы заңды естен шығармай, ол заң туралы да әріптестерімізге есіне салып отыру өте
өте маңызды. Сонымен қатар әр ата-ана үйінде баласына жаңадан былтырғы заңның аясында егер сен балаларға басқа балаға жаңағы неше түрлі бопсалау, қорқыту, үрейлендіру, не болмаса жаңағы күлкіге айландыру деген сияқты басқаларды сол балаға қатысты ойын өзгерту сияқты буллингтік әрекеттер жасап жүретін болсаң, бұған қатысты жаңағы заң бар. Бұған қатысты жауапкершілікті егер 14 жаста болсаң, онда сенің жаңағы жауапкершілігіңде, 14 жасқа толмаған болатын болсаң, ата-анасы жауапкершілікті мойнына алады деген сияқты ағарту жұмыстарын жүргізу өте маңызды. Себебі бізде қазір мектепте де тәрбие үрдісі бойынша да ең көп жаңағы балалардың мінез құлқын беруі, суицидке дейін баруы, не болмаса жаңағы агрессия білдіруі, не болмаса қандай да бір қылмыстық әрекеттерге бару осы буллингтің жетегінде болып жатады. Балалар өзін жаңағы бір топқа қабылданбаған, не болмаса жаңағы ерекше, ол көбінесе жағымсыз тұсынан ерекше болып сезінетін болса, ол баланың жаңағы психикалық дамуына да әсер етеді екен. Сонымен қатар осы заң аясында ең үлкен бір қадам бұл отбасын қолдау орталықтарының әр өңірде ашылуы деген жаңағы шешім қабылданған болатын, және осы заң аясында біздің әр өңірімізде отбасын қолдау орталықтары ашылып жүзеге өз жұмысын асыра бастады. Бастапқыда бұның жұмысы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған отбасылармен жұмыс істеу, осындай жағдаяттардың алдын алу болса, кейін барша қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасылармен жұмыс, сонымен қатар әлеуметтік жетімдіктің алдын алу деген сияқты жұмыс бағыттары да қосылды. Осы заң аясында әйел адамдар мен балалардың жаңағы қауіпсіздігіне қатысты көптеген өзгертулер заңнамалық актілерге жаңағы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Олар мынау сіздердің экраныңызда көрсетіліп тұрған құжаттарда белгіленген. Ол 72-ші және 73-ші заңнамалық актілерде осының бәрі белгіленген екен. Және ең бастысы бұл жерде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бұрынғыдай әкімшілік жауапкершіліктен керісінше қылмыстық жауапкершілікке ауысқаны болып есептелінеді. Және осыдан кейін әйел адамдармен көбінесе отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылықта жәбірленуші ол әйел адам мен балалар болады. Себебі олар физикалық тұрғыдан жаңағы күш көрсету жағы деген сияқты төмен болады. Сол себептен осы заң аясында кейде жаңағы неге тұрмыстық зорлық-зомбылықпен біз жұмыс жасау керекпіз, не болмаса отбасымен жұмыс жасап бастаған кезде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бір белгілерін байқай бастаған кезде біздің бойымызда бір сұрақтар, үрей, қорқыныш болуы мүмкін. Бірақ дегенмен ең басты жаңағы қадам отбасын қолдау орталықтарының ашылуына себеп болған осы 24-ші жылы қабылданған тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң болып табылады. Және енді халық арасында оны жаңағы салтанат заңы деп атап жатады. Ол баршамызға белгілідей Салтанат Нүкенованың тұрмыстық зорлық-зомбылық себептерінен жаңағы өз экс-күйеуінің қолынан қаза болғанның жаңағы жағдайын біз бәріміз көрген болатынбыз. Соның аясында осындай әйелдер мен балаларды қорғайтын заң қабылданған болатын. Енді отбасын қолдау орталығына қатысты келетін болсақ, жалпы осы отбасын қолдау орталықтары ашылсын деген жаңағы аталған заңда айтылған болатын болса, 24-ші жылы 14-ші маусымда осы заң күшіне енгеннен кейін жалпы отбасын қолдау орталықтарына қатысты заңнама осы уақытта жаңағы өз бастауын алды десек болады. Енді біз отбасын қолдау орталығында жұмыс жасаған кезде бізде заңгер бар, бірақ заңгердің көп сәтте отбасыға кеңес беріп, одан кейін отбасылармен жұмыс жасау барысында бізге көмек беруі шектеулі болуы мүмкін. Не болмаса жаңағы уақыттың тығыздығы, не болмаса жаңағы клиенттер артынан келгеннен кейін
кейде мамандарға көмек көрсете алмауы мүмкін. Ол мысалы қандай да бір заңды әр маман зерттеп біле алу керек. Соған қатысты мынау жас мамандар бар болса араларымызда, иә, заңнамалармен қалай жұмыс істеуге болады дегенге қатысты қазір кішкене бір шебер сәтін өткізіп жібергіміз келіп отыр. Жалпы заңнаманы баршамызға белгілі, иә, ол әртүрлі заңнамалық акттер мен не болмаса ережелер бізде интернет желісінде қолжетімді болады. Ол үшін мынау сіздердің экранда көрсетіліп тұрғандай интернетке кіріп, сізге қажетті сұранысты енгіземіз. Мысалы, мына жерде сіздерде скриншот арқылы семейный кодекс, отбасылық кодексті қалай іздеуге болады, сол туралы жаңағы сіздерге мағлұмат берілген. Google-дың іздеу бағамына жаңағы керекті құжатнаманы жазамыз. Содан кейін мынау астында өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау қызыл жаңағы белгі көрсетіп тұр, иә. Тек қана ресми жаңағы парақшалардан аламыз. Ол әділет, не болмаса закон kz деген, иә. Әділет парақшасы ең бірінші шығып тұр. Соған жаңағы сілтемені басаймыз. Сол кезде закон немесе әділет сілтемесін таңдау арқылы мынандай бізге заңнаманың жаңағы мазмұны ашылады. Иә, жалпы қашан қабылданды, сонымен қатар атауы, сонымен қатар жаңағы қашан өзгертілді, не туралы бұл заң, қандай сілтемелері бар, бұған қатысты қандай жаңағы неше түрлі комментарийлер айтылған болатын, және қалай жүктеуге болады деген сияқты. Осы заңнамамен осы парақшада жұмыс жасай берсеңіз болады. Бірақ кейде бұл заңнаманы үнемі іздеп отырмас үшін өзіміздің жаңағы жеке компьютерімізға жүктеп алуға болады, және үнемі сонымен жұмыс жасай беруге болады. Ол үшін біз қажетті тілді таңдаймыз. Әділет парақшасында, жаңағы әділет заң парақшасында жалпы құжатнаманың бәрі 3 тілде беріледі: қазақ, орыс және ағылшын тілінде. Негізгі заңнамаларға қатысты, иә, ол кодекс, қандай да бір заң, олар 3 тілде қолжетімді болады. Ал мысалы заңға тәуелді бір актілер, ережелер, не болмаса қандай да бір хаттама, не болмаса бір бұйрықтар, олар қазақ және орыс тілінде қолжетімді болады. Тілді таңдап аламыз. Тілді таңдағаннан кейін 4-ші қадам жаңағы бізге қажетті кілт сөздермен жұмысты бастасақ болады. Ол үшін мынау төмен жағында жаңағы құжат бойынша қажетті кілт сөздерді енгізу мүмкіндігі бар. Мысалы, бізге мынау неке және ерлі-зайыптылық кодексіне қатысты анау ең басынан басталады, иә, отбасы деген не, отбасыға қалай түседі, үлкен құжатнама. Соның бәрінің баптарын қарап отырмас үшін негізгі, мысалы, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс дегенді баптарды табу үшін, иә, не болмаса екі ата-ана тарапынан жаңағы мынандай жағдай болып жатады. Балалар бір ата-анамен қалады, екінші ата-ана оған жаңағы баламен кездесуге мүмкіндік бермей жатады, иә, жаңағы сол кезде екінші ата-анаға көмектесу үшін осы заң аясында қандай баптар бар, қандай сәттері бар дегенді тезірек, өзіңізге де ыңғайлы, тиімді жұмыс жасау үшін осы мынау астындағы мынау іздеу бағамына кіріп, кілт сөздер арқылы жаңағы қай бап, қандай жағдай бізге керек. Мысалы, патронаттық отбасы деп жазатын болсақ, дәл сол бапты жаңағы бүкіл документті қарап отырмай, тек қана сол патронаттық отбасыға қатысты баптарға бізді өзі алып келеді екен. Осылай жасағаннан кейін, мысалы, мына жерде құқықтар деген сөз жазылған. Мына жерде жаңағы іздеу бағамында 383 сәт табылған, иә, осы құқыққа қатысты. Осының арасынан жаңағы қажеттісін тауып аламыз. Кілт сөзбен жұмыс дегеннен кейін міне астында көріп тұрсыздар, иә, право деген сөзбен жұмыс істеп бастады. Оның ішінде 383 бағамнан бір ғана жаңағы не табылып отыр. Жалпы 383 позиция табылып отыр, иә, осы заңда. Содан кейін жаңағы қажетті
мына жерде қажетті мысалы жаңағы патронаттық отбасы дедік, иә, не болмаса мынау жаңағы құқыққа қатысты бапты бөлікті ашып оқып, не болмаса оны жаңағы өзімізге жүктеп алсақ болады, иә. Жүктеу үшін мынау экранда көрініп тұрғандай, әріптестер, скачать, ол орысша скрин болғаннан кейін скачать деп, қазақшасында жүктеу деп тұрады. Осыны басасыз, және сіздің документіңіз міне мына жерде көрсетіп тұр, иә, сол жағында әріптестер, Word форматта жаңағы жүктеп алсаңыз болады. Кейін осы документпен үнемі өзіңіз қайтадан әділетке кіріп, қайтадан осы сәттерді жасамас үшін жаңағы ашып өзіңіздегі бар құжатпен жұмыс жасай берсеңіз болады. Енді мына жерде бізде қазір 15 әріптесіміз отыр екен. Қазір сіздерге мынандай кішігірім тапсырма. Жаңағы мастер-класста көрсетілгендей, әріптестер, сіздерге Google іздеу поисковигін ашып, мына тапсырманы мына жерде қарасаңыздар болады, иә. Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексін тауып, оның 133 бабын жаңағы әділет не болмаса заң парақшасынан тауып, соны қазақ тілінде жаңағы белгіленген не бойынша жүктеп алуыңызды сұраймыз. Бұл жұмысқа мына жерде сіздерге 5 минут беріліп отыр. Тапсырма экранда тұр. Кейін өздеріңіздің жаңағы заңмен жұмыс істеу дағдыларыңызды дамытуға көмектесетін осындай бір кішігірім тапсырманы орындап көрейік, әріптестер. Кім орындап болды, чатқа жазса болады, не болмаса микрофонды қосып, иә, мен жүктей алдым деп бөлісіп кетсе болады. Не болмаса скрин жасап чатқа жіберсеңіз болады. Google-ға кіреміз, бағанағыдай, иә, әділет заң парақшасын ашамыз, әлеуметтік кодексті табамыз, соның 133 бабын іздеп табамыз. Поисковикке 133 бап деп жазсақ та болады, иә, кілт сөздер деген жерге. Сосын осы кодексті қазақ тілінде жүктеп көреміз. Бұл тапсырма сіздердің жалпы әділет заң парақшасымен жұмыс істеуге, кейде ол заң парақшасы ашылған кезде, әсіресе мынау заң тұрғыдан енді бәріміз сондай бір білікті маман емеспіз ғой, иә. Тек қана бір үлкен бір файл ашылатын сияқты, үлкен бір құжат, оның қанша бабын көргеннің өзінде біздің миымыз автоматты түрде ол құжатқа қарсылық білдіреді, себебі көп ақпарат ми үшін ол өте ауыр болып табылады. Бұл жерде ми қатты жұмыс істеу керек, сол себептен ми бірден жоқ, керек емес, бұл қызық емес, бұдан түк шықпайды деген сияқты сигналдарды бізге бере бастайды. Сол себептен сіздердің жұмыстарыңызды әлдеқайда жеңілдету үшін осындай сіздерге тапсырма беріліп отыр. Әріптестер, кім жасай алды, бөлісіп кетсеңіздер. Егер де әріптестер әлі де процесте болсаңыздар, осы жұмысты тағы 1 минуттың ішінде аяқтап көрейік. Шықпай тұр дейді. Онда сіз қандай да бір нені мүмкін дұрыс жасамаған шығарсыз. Қазір әріптестер, мен сіздерге былай жасау түсініп көрейін.
Гуглды ашамыз. Сіздерге менің экраным көрініп тұрған шығар, иә? Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодекс. Айбай. Кодексі. Міне әділет шығып тұр. Бірінші басамыз. Мына жерде міне астында іздеу, бет бойынша іздеу деп тұрады. Соған 130-ші бап. Жаңа 133 дегенде шыққан сияқты еді. Міне. Міне, әріптестер, 133 деп қана жазсақ, бап демей-ақ, иә, мына жерде сызықша бар екен себебі. Тікелей осы 133-ші бапқа келдік. Адамды отбасына арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтерге мұқтаж деп танудың негіздері. Енді осыны міне тауып отырып мына жерде. Менде мына жерде зумның нелері тұр да, кішкене жүктеп алуға ыңғайсыздау болып тұр. Оқыдық, таныстық және міне көшіру деген кезде жүктеу емес, көшіру болып шығады екен, әріптестер. PDF вариантта, жаңағы Word вариантта шығады екен. Мен Word вариантты таңдаймын. Менде мына жерде қандай да бір қате шығып тұр деп тұр. Бұл енді техникалық ақаулықтар болуы мүмкін. Одан кейін менде мына жерде жарты экран жабық тұрғаннан кейін кішкене ыңғайсыз болуы. Жалпы жұмыс барысы осындай. Ең бастысы жаңағы бүкіл документті, бүкіл заңды қарап отырмас үшін астында жаңағы берілген іздеу бағамы арқылы жұмысыңызды әрі тиімді, әрі жаңағы өзіңізге ыңғайлы жасай аласыз. Қалай таптыңыз дейді. Әріптестер, мынау вебинар записьте тұрады. Жаңағы мен айтқан қадамдар арқылы Google-ға кіреміз, құжаттың атын жазамыз, әділет заңға кіреміз, әділет заңға кіргеннен кейін астында лупа сияқты бір жаңағы белгі тұрады. Соны бассақ, жаңағы кілт сөздер не болмаса арқылы қажетті заңнаманың қандай да бір кілт сөздері не болмаса бабын табуға болады екен. Жақсы. Енді осы дағдыларыңызды өздеріңіз практика жүзінде жасап дағдылансаңыздар, күнделікті бір рет қайталап отырсаңыздар қолдан келеді деген ойдамын. Жалпы бұл бізге жұмысымызда көмектесетін өте жақсы бір инструмент. Енді отбасын қолдау орталықтарының қызметіндегі негізгі заңнамаларға қарайтын болсақ, және олардың жаңағы жетік дамымай қалған, не болмаса қарастырылмай кеткен олқылықтары туралы қарастырып өтейік. Жалпы отбасын қолдау орталықтарының аясында біз қолданатын заңнамалар өте көп. Себебі отбасы әрқайсысы тұлға, неше түрлі жағдаят, әр отбасының қажеттілігі әртүрлі, әр отбасы өз алдына әртүрлі. Сол себептен заңнамалар көп, бірақ оның рахмет, әріптес, бөлісіп жатқаныңызға чатқа. Енді оның ішінде жаңағы жіктеп бір 5 негізгі заңнама деп алатын болсақ, бізде жалпы отбасын қолдау орталығы аясында неке және ерлі зайыптылық және отбасы туралы кодекс ең алдымен қолданады, себебі біз отбасымен жұмыс істейміз.
әлеуметтік кодекс міндетті түрде, себебі біз әлеуметтік қызметтер көрсетеміз. Тұрмыстық зорлық зомбылық туралы алдын алу туралы заңымыз, ол жаңағы жақында қабылданған, иә. Кәмелетке толмаған арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы және балаларды қадағалаусыз әрі панасыз қалудың алдын алу туралы заңы. Бұл орысша айтқан кезде закон о профилактике безнадзорности и беспризорности ребенка, иә, несовершеннолетних деген, бұл біздің жаңағы кәмелетке толмаған комиссиялардың негізделіп жұмыс істейтін заң. Себебі біз жаңағы осы комиссияның мүшесіне кіруіміз мүмкін, оның жұмысына араласуымыз мүмкін, және бұл жерде ең бастысы бала, иә, кәмелетке толмаған болғаннан кейін бізде бұл заң туралы жаңағы хабардарымыз болу керек. Және Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заңдар. Бүгін біз осы заңдарды былай жобалап қарап шығатын боламыз. Енді ең алғашқы біздің жұмысымызда қолданатын заң бұл отбасының, Қазақстан Республикасының жаңағы неке және ерлі-зайыптылық кодексі, не болмаса осы вебинар аясында болмаса жұмыс барысында сіздер отбасы кодексі деп атасаңыздар болады, иә. Себебі неке және ерлі-зайыптылық деп айтып тұру кейде енді күнделікті жұмыс барысында ыңғайсыз болып қалуы мүмкін, иә. Осы кодекстің аясында 5-ші баптың 1-ші тармағында отбасын қолдау орталықтары туралы ақпарат берілген. Яғни мынау сіздердің алдарыңызда қазір осы баптың жаңағы несі тұр. Осының 3-ші тармағында мына қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға, отбасыларға әлеуметтік, құқықтық және психологиялық қолдау көрсетуге, жәрдемдесуге біздің отбасын қолдау орталықтарына осындай жаңағы жүктеме немесе міндет жүктеледі екен. Жалпы бүкіл 5-ші бап отбасын қолдау орталығына арналған, және олар қалай ұйымдастырылатыны жайлы, иә, мына жерде жазылған 1-ші тармағында. Ал 2-ші тармағының жаңағы 2-ші подпунктілерінде жалпы біздің жұмысымыздың бағыттары осы заңмен белгіленіп қойған екен, иә. Мына жерде 4-ші подпунктті қарайтын болсақ, тұрмыстық зорлық-зомбылық белгілері бар адамдарды уақытша 1 айға дейін орналастыру мүмкіндігіне қолдауға, одан кейін мемлекеттің жалпы отбасылық саясат бағыттары мен шаралар туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 8-ші, иә, көріп тұрсаңыздар, неше түрлі басқа да осы отбасымен, баламен, Қазақстан Республикасының азаматтарымен жұмыс істейтін мемлекеттік және мемлекеттік емес органдармен бірлесе жұмыс атқару. Сонымен қатар жаңағы ең бастысы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға деген басқа да шараларды жүзеге асыру деп жазылған екен, иә. Неге тұрмыстық зорлық-зомбылыққа осыншама жаңағы бөлек заң қабылданып, жалпы отбасы кодексінде де бір подпункт беріліп тұр? Себебі үнемі зорлық-зомбылықта өскен бала кейін сол модельді қайталауы мүмкін, иә. Жаңағы кейін өзі отбасы құрған кезде, мысалы, менің мамамды папам үнемі ұрып, менің кішкентай кезімде көргенім осы, ұрған, және менде осындай жаңағы позицияны, не болмаса модельді қабылдаймын деген бір установкамен өсуі мүмкін. Яғни жаңағы это норма, біздің отбасыда сондай болған. Бала үшін жаңағы отбасында болып жатқан нәрсенің бәрі қалыпты жағдай ғой. Сондай жаңағы біздің отбасымызда зорлық-зомбылық сәттері көп болмас үшін бұл енді адамның құқықтарын бұзу болып табылады, иә, құқық бұзушылық болып табылады. Сонымен қатар зорлық-зомбылық тіпті ол физикалық тұрғыдан болмаса да, психологиялық тұрғыдан болса да, иә, ол адамның психикасына, жалпы дамуына, ақпаратты қабылдауына, өміріне қатысты шешімдерді қабылдауына өте үлкен әсер етеді екен. Келесі, жаңағы өздеріңіз көріп отқандай, мына жерде 3-ші пунктта көрсетіліп тұр, иә, қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға, не болмаса тұлғаларға. Қиын өмірлік жағдай қай құжатта бізде белгіленген? Қиын өмірлік жағдайға қатысты бізде әлеуметтік кодексте арнайы бап ұғымдар сәтінде жаңағы жазылған. Бұл жерде осы кодекстің 133-ші бабында жаңағы қиын өмірлік жағдай бұл адамның объективті түрде дұрыс өмір сүруіне кедергі келтіретін, немесе өзін жойып, құрметті тұрма сіздерге.
естіліп тұр, иә. Мына экран көрсетіліп тұрған жоқ бізге, сайт көрсетіліп тұр тек Zoom деп. Ой, кешіріңіздер, иә, айтқаныңызға рахмет. Значит, мен мына жерде әріптестер айтып отырыңыздар, иә, менде экранда көрсетіліп тұр, сіздерде көрілмей қалуы мүмкін. Енді көрілді ма? Иә, енді көрсетілді. Керемет, рахмет. Бағанағы слайдтарды бір жаңағы нетіп өтейін, иә, шолып өтейін. Жаңағы 5 біздің негізгі заңнама, сонымен қатар қиын өмірлік жағдайға қатысты отбасы кодексі және отбасын қолдау орталығына қатысты отбасы кодексі не делінген. Сонымен қатысты қиын өмірлік жағдай деген ұғым қайдан пайда болды? Бұл әлеуметтік кодексте белгіленген, иә. Яғни бұл адамның өзімен өзі жаңағы күнделікті өмір сүруіне, өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне объективті түрде кедергі келтіретін және оның өзін жойып, не болса өзімен өзі жойып жеңіп шыға алмайтын жағдайлар қиын өмірлік жағдайға жатады екен. Енді барлық жағдайды қиын өмірлік жағдай деп біз атай алмаймыз. Осы туралы әлеуметтік кодексімізде 133 бабында жаңағы өзіміз қарастырған, иә, жаңағы іздеген, сол жерде осы қиын өмірлік жағдайға тап болған немесе арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж деп танылатын тұлғаларды қалай белгілейміз? Бұл жерде бізде 12 позиция тұр екен, иә. Қиын өмірлік жағдайға тап болған деген трудная жизненная ситуация, это когда деп айтсақ та болады орыс тілінде, иә. Бұл жетімдік, ата-анасының қамқорлығы болмауы, кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуы, соның ішінде девиантты мінез-құлық, кәмелетке толмағандардың арнайы тәрбие беру ұйымдарында, ерекше тәртіппен оқытатын білім беру ұйымдарында болуы, туылғаннан 3 жасқа дейінгі балалардың ерте психофизикалық дамуы мүмкіндігінің шектеуі, сонымен қатар мүгедектігі және физикалық немесе ақыл-ес мүмкіндіктеріне байланысты тұрақты ағзалық бұзылыстар болуы мүмкін, қарттық жасқа байланысты өзін өзі күту мүмкіндігінің болмауы, адам өмір әрекетіне әлеуметтік маңызы бар аурулар мен қоршаған ортаға қауіпті аурулар салдарынан шектелуі, қатыгездік көрсету, әлеуметтік дезадаптация және әлеуметтік депривацияға әкелген жағдайлар, баспана мұқтаждығы, яғни тұратын белгілі бір орны жоқ кезде, ол жаңағы пәтерін төлей алмай жатса, не болмаса өзінің атында үй жоқ болса, бұл қиын өмірлік жағдайға жатпайды. Тек қана жаңағы тұратын орны белгісіз қаңғып жүрген, не болмаса жаңағы без определенного места жительства дейді ғой, иә, бұл да қиын өмірлік жағдайға жатады екен. Қамаудан босап шыққан тұлғалар және пробация қызметінде есепте тұрған адамдар. Және осы жерде өте маңызды бір сәт, қатыгездік көрсетудің әлеуметтік дезадаптация және әлеуметтік депривацияға әкелген түрлері, бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық, адам саудасы, оның ішінде кәмелетке толмағандарды пайдаланудың әртүрлі формалары. Сондай-ақ адам ұрлау, қылмыстық іс қозғалған жаңағы кезін қарамай жасалған әрекеттер болады екен, иә. Яғни әріптестер, біздің отбасылар, қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасылар көбінесе мынау 9-шы позицияға кіруі мүмкін, иә. Қатыгездік көрсету, әлеуметтік дезадаптация және әлеуметтік депривацияға әкелген жағдайлар. Мысалы, жаңағы қарым-қатынастар бұзылған, не болмаса бала тәрбиесіне дұрыс қаралмайтын, иә. Бұл біздің әлеуметтік дезадаптация және әлеуметтік депривацияға жатады. Себебі әр адам отбасын құрған кезде оның ер адам болсын, әйел адам болсын, оның мойнына неше түрлі жауапкершіліктер, міндеттемелер жазылады. иә, ана ретінде, ата-ана ретінде қандай міндеті бар. Енді осы әлеуметтік кодекстің 138 бабының 1 тармағында қиын өмірлік жағдайдағы тұлғаларды, отбасыларды ерте анықтау. Яғни, мынау жетімдікке түскен жағдайда емес, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып қалған жағдайда емес, мына жағдайдың алдын ала бірден болмайды ғой, иә, бұл біраз уақыт өте келе, неше түрлі процестер өте келе болады. Осының жаңағы алдын алып, ерте анықтау үшін жаңағы неше түрлі уәкілетті мемлекеттік органдар
білім беру, денсаулық сақтау, ішкі істер деген сияқты органдардың қатысуымен, сонымен қатар осы отбасыларды ерте анықтап, оларға қолдау шараларын көрсету осы біздің әлеуметтік кодексінің 138 бабында белгіленіп аталып өткен екен. Яғни мына жерде бізде ведомство аралық, сала аралық, межведомственная интеграция моделі деп айтып жатамыз. Бұл жаңадан бір жаңа заңмен шыққан дүние емес. Бұл біздің әлеуметтік кодексте 138 бабында осы қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасыларды ерте анықтап, ерте оларға қолдау көрсету аясында белгіленген осындай заң бабы бар екен. Келесі біздің құжатымыз, бағана мынау 5 құжатты қарастырдық дедік, қай жерде біздің отбасы қолдау орталығына қатысты қандай позициялары бар деп. Енді келесі бізде кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және балалардың қараусыздығы мен баспанасыздығын болдырмау туралы заң. Бұл жерде мынау өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, 3 бабында 3 тармағында отбасына қолдау көрсетілуі. Яғни осы заң аясында да егер баланың мінез құлқында құқық бұзушылық, заңмен қандай да бір қиындықтары бар болса, сонымен қатар баланың бойында беспризорность, кейбір балалар өзімен өзі көше кезіп жүргенді ұнатады. Осындай сәттер болса, мына жерде осы заң аясындағы 3 баптың 2 тармағының 3 подпунктында отбасына қолдау көрсетілуі деген сәт белгіленген екен. Енді отбасын қолдау орталықтары қызметі сонымен қатар баланың құқықтары туралы заңда да көрсетіліп кеткен екен. Бұл жерде 18 бапта жалпы мемлекет әр балаға минималды әлеуметтік стандартты белгілеп кеткен. Соның аясында әр бала отбасына өзінің құқықтарын қамтамасыз ету үшін неше түрлі минималды әлеуметтік көмек алуға құқығы бар деген сәт көрсетіліп тұр. Оның бәрі 18 бапта жазылып тұр. Енді мына жерде атап өтетін болсақ, мына 4 подпунктін қарасаңыздар, балаларға әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік қорғау, соның ішінде балалардың тууы мен тәрбиесіне байланысты ата-аналарға немесе басқа қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеу арқылы кепілдендірілген материалдық қолдау қамтамасыз ету. Сондай-ақ арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларға әлеуметтік бейімдеу және әлеуметтік реабилитация шаралары дейді. Яғни баланы туып тәрбиелеу барысында да тіпті материалдық тұрғыдан көмек көрсету, сонымен қатар мынау 1-2 подпункттерінде неше түрлі медициналық көмек көрсету, білім алуға қатысты әр баланың құқығы туралы жазылған екен. Яғни мемлекет әр балаға осы көмек көздерін кепілді түрде уәде беріп, мүмкіндігі, құқығы бар екенін белгілеп кеткен осы заңның аясында. Сонымен қатар балалардың құқықтары туралы заңның мынау 21, 22, 23, 24, 25 бабында жалпы әр бала отбасында тұруға, сол жерде тәрбие алуға құқығы бар. Әр баланың отбасында өзінің құқықтары бар. Сонымен қатар әр отбасына бала тәрбиелеп отырған мемлекет өзінің қолдауын беретін туралы аталып жазылып кеткен. Сонымен қатар баланы тәрбиелеу, күту және өсіру бойынша, асырау бойынша ата-аналардың міндеттері бар екен туралы осы заңда да көрсетіліп кеткен. Және 25 бапта баланың ата-анасымен бірге тұру құқығы туралы да аталып жазылып кеткен. Мына жерде бізде 23 бапта жалпы бала тәрбиелейтін отбасыларға мемлекеттік қолдау көрсету, бұл жерде біздің республикамыз, мемлекетіміз біздің заңнамада белгіленген тәртіппен әлеуметтік көмек көздерін беретіні туралы айқындалып жазылып кеткен екен. Яғни біздің отбасын қолдау орталығының функциялары, жұмыстары, іс-шаралары осы баланың құқықтарын қорғау, құқықтары туралы заң аясында да отбасына неше түрлі әлеуметтік көмек көрсету арқылы белгіленіп жазылып кеткен екен. Енді
Осы бала құқықтары туралы заңда да сонымен қатар 17 бабында баланың мемлекеттік көмек алуға құқығы деген бап бар, және сол жерде мынау 3 позициясында, 3 пунктінде жалпы мемлекет әр балаға жаңағы көмек ұсынуға міндетті. Сонымен қатар әр балаға арналған көмектің мөлшері, шарттары және тағайындау тәртібі біздің мемлекетіміздің заңнамасымен бекітіледі. Сонымен қатар ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, соның ішінде жетім балалар да жаңағы осы мемлекеттік көмек алуға құқығы бар екені белгіленіп кеткен. Және жалпы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған әрбір бала немесе жаңағы қамқоршылықта, немесе жаңағы бір қорғаншылықта болатын болса, материалдық және де өзге көмек көрсету туралы осы жаңағы заңнамада көрсетіліп кеткен екен. Енді біз жаңа 5 заңнаманы қарастырып шықтық, қорытындылайтын болсақ, жалпы неке және ерлі-зайыптылық немесе отбасы кодексі дедік, бұл жерде жалпы отбасына қатысты, балаға қатысты, ата-аналардың құқықтарын қорғауға және жаңағы ата-аналардың міндеттерін орындауға қатысты сәттерін айқындайды. Екінші, бұл әлеуметтік кодекс, бұл жерде неше түрлі әлеуметтік қызмет көрсетудің құқықтары мен тәртіптері, сонымен қатар жаңа өзіміз көрдік, қиын өмірлік жағдай қалай белгіленеді, қалай жұмыс жасаймыз, соның бәрі жазылған. Бала құқықтары туралы заң жазылған, және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заңы көрсетілген. Бұл жерде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түрлері, ол туралы сіздерде жаңағы неше түрлі семинар, тренингтерде айтып жатқан шығарсыздар. Тек қана ұру, соғу тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жатпайды, зорлық-зомбылықтың 4 түрі бар деп. Сонымен қатар кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың профилактикасы және балаларды қадағалаусыз қалуының алдын алу туралы заңда, бұл жерде балалардың мінез құлқында, не болмаса балалардың құқық бұзушылық деген жаңа деңгейін сондай жағдайға түсудің алдын алу және ведомство аралық өзара іс-қимылды реттейтін заңнама, және жаңағы біздің отбасын қолдау орталықтарының қызметін реттейтін нормаларын енгізілетін заңнамада бізде жаңағы негізгі заң болып қарастырылады екен. Енді осы заңнамалардың қандай жетіспеушіліктерін, не болмаса жаңа қарастырылмай кеткен шақтарын қарайтын болсақ, жалпы біздің отбасының қолдау орталығының стандартында қандай жаңағы қиыншылықтары, қиын сәттері бар десек болады. Бұл жерде орталықтың нақты құрылымы туралы ақпарат берілгенмен, әрқайсының функциясымен және жаңағы жасайтын әрекеттері, кім кейс жүргізеді, кім жаңағы отбасын алғашқы бағалауын жасайды деген сияқты сәттері айқындалмаған. Сонымен қатар осы заңнамаларда отбасын қолдау орталығы басқа ведомстволармен жұмыс жасау барысындағы өзінің жаңағы қызметтерін білім беру, денсаулық сақтау, ішкі істер органдары арасындағы жаңағы үйлестіру механизмі нақты көрсетілмеген. Яғни кім жауапты, кім не істейді, кім қандай жаңағы сәтте әрекет ету керек деген сияқты сәттері көрсетілмеген. Сол себепті бізде әлі күнгі жаңағы үлкен бір жүйе ретінде автоматты түрде жұмыс жүргізілмей тұрған осы бір сәт. Яғни әр сала өзінің жаңағы өзіне қатысты функцияларды орындайды, бірақ сонымен қатар оның бәрі басқа тұстарына әсер ететіндігін әлі жаңағы түсіне алмаған сәттеріміз бар. Бізде жалпы зорлық-зомбылықтың құрбандарын оңалту стандарттары жоқ. Жалпы жаңағы оларға қаншалықты, қанша мөлшерде қандай көмек көрсету керек, стандарт, минимум сондай жаңағы нақты хаттамалармен стандарттардың жетіспегеннен кейін, біз кейде жаңағы жұмыс алгоритмі болмағаннан кейін қалай әрекет етудің білмей қалуымыз мүмкін. Кадрлік талаптардың белгіленбеуі, яғни отбасын қолдау орталығында
неше түрлі мамандар бар, әлеуметтік қызметкер, кейс-менеджер, психолог деген сияқты. Және соларға қатысты біліктілік талаптары заңмен әлі реттелмеген. Яғни психолог ол кеше университетті бітіріп келген ба, жоқ әлде жаңағы тәжірибелі маман болу керек па, қаншалықты уақытты тәжірибесі болу керек, қандай салада жұмыс істеп келу керек деген сияқты сәттер әлі белгіленбей тұр, және қаржыландыру мен жүктеме нормативтерінің айқын болмауы да бізде проблема болып тұр. Қаржыландыру үнемі жаңағы үлкен сұрақтардың бірі. Сонымен қатар әр маманға қаншалықты жаңағы айына, жылына нормативпен қанша отбасымен жұмыс жасау керек деген сияқты бізде әлі жаңағы минимальный стандарттар бекітілмей тұр, яғни бізге қазір келіп түскен отбасылармен жұмыс істеп жатырық, бірақ қандай жаңағы халықаралық ұйымдарда мысалы бір әлеуметтік қызметкерге мынанша отбасы деген бір сәттер бар, ондай сәттері әлі айқындалмай тұр, осы заңдар аясында бұның бәрі болашақта реттеледі деген ойдамыз, бірақ енді кейде бір біздің бойымызда сұрақтар туындауы мүмкін, неге олай, неге былай деген сияқты. Енді осыны заңнама тұрғыдан сіздерге де айтып өтіп, жаңағы шынайы болуға тырысып отырмыз, енді бізде бекітілген негізгі кодекстер мен заңнамалармен қатар бізде заңнан төмен деңгейдегі актілер бар. Олармен де біз жаңа жұмыс барысында кездесіп отырамыз және ескере отыру керекпіз. Бұл біздің неше түрлі ережелер, нормалар, бұйрықтар жатады екен. Енді мына жерде сіздерге басты қолданыста жүретін жаңағы 4 бұйрық көрсетіліп тұр. Егер біз жұмыс барысында тағы мынандаймен қолданамыз десеңіздер, жаңағы чатқа не болмаса телеграм чатқа жазып өтсеңіздер, міндетті түрде оны да зерттеп біздің жаңағы мамандар қарастырып өтетін болады, Мына жерде 256 бұйрық, 192 бұйрық, 211 бұйрық және 260 бұйрықпен бекітілген жаңағы ережелер сіздердің жұмыстарыңызда жаңағы пайдаланып ескеру туралы ақпарат берілген. Енді жалпы біз жұмыс барысында отбасын қолдау орталығы жалғыз өзіміз жұмыс істемейміз. Отбасын қиын өмірлік жағдайдан шығару үшін, көмек беру үшін бізге жаңағы басқа мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасау керек. Осы аясында, осы жаңағы сәттің аясында десек те болады, біз не істей аламыз? Заң бойынша жалпы әр ұйымның өзінің қолданатын, өзінің жаңағы негізделетін заңдары болады. Ал жалпы отбасын қолдау орталығы осы заң аясында осы бірлесіп атқаратын жұмыстың үйлестірушісі, координаторы болып табылады. Және осы жерде жаңағы басқа ұйымдармен бірлесіп жұмыс жасау, оларға жаңағы неше түрлі салалардан, ведомстволардан көмек алуға, не болмаса әрекет етуге көмектесу, сонымен қатар әр отбасына жеке жұмыс жоспарын құру, сонымен қатар жалпы берілген көмек көзі, не болмаса жасалған іс-әрекет қаншалықты отбасына тиімді, пайдалы болды, не болмауын мониторинг жасайтын отбасын қолдау орталығы болып табылады. Яғни отбасын біз клиентті аламыз, оған зерттеу жүргіземіз, диагностика жасаймыз, қандай қиындықтарын бар екенін табамыз, және осы жерде кім көмектесе алатынын белгілейміз, және басқа ведомстволармен бірлесе жұмыс жасап отырып, отбасы өзі соларға жүгіне отырып, қай орган қандай қызмет түрін көмектесті, қандай көмек түрін берді дегенді оның жеке жұмыс жоспарында жаңағы белгілеп отырамыз, және осының нәтижесінде қандай жаңағы біз жағдайға қол жеткіздік деген сияқты жағдаятты қайта бағалау, не болмаса мониторинг жүргізіп отырамыз. Мысалы, бізге отбасы келеді, бұл отбасының балаларының туу туралы куәлігі жоқ. Бұл отбасы бірнеше жаңағы рет өзінің әрекеттерін жасап, соңға барып көрген дейік, әкімшілікке барып көрген дейік, бірақ енді сондай мүмкіндігі болмай тұр дейік. Енді бұл жерде біз не істей аламыз? Біз отбасын қолдау орталығы ретінде анасы баланы дүниеге алып келген
жаңағы сәбилер роддом бар ғой, соған запрос жібере аламыз, иә, осындай балалар туылды ма деген сияқты. Ол жерде міндетті түрде жаңағы осындай әйел мынандай кезде бала босанды деген сияқты не беру мүмкін, және сол арқылы басқа ведомстволармен бірлесе отырып, кездесе отырып, жаңағы осы мәселені шешуге көмектесе аламыз. Және жаңағы көбінесе роддомның берген справкасы негізінде менде практикада жағдайлар болған, жаңағы соның қызметкерлері туу туралы куәлікті жаңағы жасап берген сәттері болған. Яғни отбасы көбінесе әкімшілікке не болмаса цон-ға барады, маған документ беріңіз деп. Ауларда документті беретін жаңа негіздеме жоқ. Сол негіздемені біз жаңағы басқа ұйымдар арқылы жаңағы алып беруге көмектесе аламыз, және кейінгі әрекеттерді отбасы өз жасай алады. Осы жерде мысалы жаңағы цон болсын, ЗАГС болсын қызметкерлерімен осындай отбасы келеді, осындай мәселе болып тұр, көмектесіп жіберіңізші, осындай жағдай еді деген сияқты жаңағы келіспе сөздер бұл отбасына әлде қайда күнделікті жаңағы стресстік жағдайда, қиналып жүрген жағдайды шешуге көмектеседі екен. Енді жалпы отбасымен жұмыс істеу барысында біз тек қана баламен емес, ата-анамен де жұмыс істейміз. Түпкі біздің мақсатымыз бала болғанмен, бала отбасында тәрбиеленсін, бала жаңағы әр баланың бала құқықтарын сақтау, жаңағы көрдік қой, заңы бойынша әр бала отбасында тұруға жаңағы құқығы бар, және әр бала отбасында тәрбие алуға құқылы. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, иә, әр отбасында өзінің құқығы бар деген сияқты. Сол себептен түпкі біздің мақсатымыз бала болғанмен де біз ата-аналармен өте жиі көп жұмыс істейтін боламыз. Және осы ата-аналармен жұмыс барысында кейде бізде түсінбеушілік, қақтығыстар, не болмаса конфликт те туындап жатуы мүмкін, иә. Кейбір ата-аналар қорқуы мүмкін жаңағы кейде бір қызметтерін біз түсіндіре алмайтын сәттеріміз болуы мүмкін. Сол кезде заң аясында балаларды қорғау үшін ата-аналармен мемлекеттің жауапкершілігі қалай бөлінеді, сол туралы қарастырып өтсек, отбасы кодексінде, және неке және ерлі-зайыптылық кодексінде 70, 71, 72 бабында баланы тәрбиелеу, оқыту, асырау жөніндегі ата-ананың құқықтары мен міндеттері. Және мына жерде қарасаңыздар, әр ата-ана өз баласының денсаулығына қамқорлық жасауға міндетті, тәрбиелеуге құқықты және міндетті. Сонымен қатар жаңағы әр білім алуға жаңағы жағдаяттарды қамтамасыз етуге міндетті. Яғни ата-ана баланы дүниеге алып келгеннен кейін тек қана оның базалық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге емес, мысалы тамақ пен киімін қамтамасыз етуге емес. Сонымен қатар біздің жаңағы бағалау жүргізген кезде үшбұрыш бар ғой, баланың қажеттіліктері, соның бәрін қамтамасыз етуге ата-ана міндетті екен. Осының бәрі біздің жаңағы отбасы кодексінің 70-ші, 71-ші, 72-ші бабында көрсетілген екен. Сонымен қатар мына жерде қараңыздаршы, баланы тәрбиелеу тәсілдері мен құралдары немқұрайлы, қатыгез, дөрекі, адамның қадір-қасиетін қорлайтын қарым-қатынасты, балаға тіл тигізуді және оны қанауды болдырмауы тиіс. Яғни жаңағы неше түрлі зорлық-зомбылықтың түрлері мына жерде аталып жазылып кеткен, яғни ата-ана балаларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін тәрбие барысында осындай инструменттерді қолдануға құқығы жоқ дегенді белгіленіп, жаңағы біздің отбасының кодексінде белгіленіп кеткен екен. Содан кейін 71-ші бапта, бағана вебинардың басында айтқан болатынбыз, егер жаңағы ата-анасы болмаса, бұл функцияны қорғаншылық және қамқоршылық органдары жүзеге асырады. Егер бала ата-анасыз қалып қалса, ең бірінші оған қамқоршылық көрсететін жаңағы құқыққа ие адамдар ол туыстар болып табылады. Егер екі ата-ана арасында жаңағы кикілжіңдер болып, бір ата-ана тарапынан екінші балаға қатысты ақпарат берілмеу деген сияқты сәттер болса, екінші ата-анаға оның баланың жаңағы денсаулығы жайлы ақпаратты басқа ұйымдар
беруге құқығы бар. Әрине бұл сәттер баланың өміріне, жалпы денсаулығына қауіп келтірмейтін болса, сондай сәтте ғана жаңағы бала туралы ақпаратты екінші тарапқа бере алады. Келесі ата аналардың жауапкершілігіне қатысты келетін болсақ, егер жаңа айтып кеткендей, иә, екі ата ана бөлек тұратын болса, екі ата ананың да балаға қатысты міндеттері жаңағы шектетілмейді. Жаңағы әкесі бөлек тұрғанмен жаңағы тәрбиеге қатысу, біліміне, денсаулығына қатысты жаңағы әрекеттер жасау деген сияқтан ешқандай жауапкершілігі жаңағы алынып тасталмайды. Егер ата ана ажырасқанның өзінде әкесі де, егер кейде әкесімен бала шағасы қалса, анасы да осы процестерге араласуы керек. Және бағана мен айтып кеткен, мынау бөлек тұратын сәтте білім беру, денсаулық сақтау деген сияқты басқа ұйымдардан екінші тарап ақпарат ала алады. Және егер денсаулығына қауіп төнбейтін болса, ешқандай риск болмайтын болса, иә, онда беруге болады осы ақпарат. Енді мемлекет тарапынан осы балаларды қорғауға қатысты қандай жауапкершілік бар? Жалпы мемлекет тарапынан жауапкершіліктің түрлері 115-ші, 116-ші, 118-ші бапта көрсетілген. Яғни бұл жерде егер ата-анасыз бала қалып қалған жағдайда, мемлекет бұл баланың тәрбиесін, өсуін, дамуын өз мойнына алады деген сәттер көрсетілген. Және мемлекеттік тұрғыдан қандай ұйымдар бар, соларға ұйымдастыратынын, сонымен қатар базалық қажеттіліктерін қамтамасыз ететінін, сонымен қатар егер баланың жаңағы ата-анасы құқығынан айырылса, әр баланың отбасында жаңағы тәрбиеленуге, өсуге құқығы бар ғой, соны сақтау үшін мемлекет бұл баланы басқа да алмастырушы отбасына орналастыруға жаңағы міндетті деген сәттер осы жаңағы кодексте белгіленіп өткен екен. Сонымен қатар мынау жетім балаларды тәрбиелеуге қатысты сәттерде осы заңнама аясында жазылған екен. Енді әріптестер, мына жерде мемлекет, өздеріңіз көріп тұрсыздар, иә, ата-анасы баланың өмірінде жоқ болып кеткен сәтте ғана араласады, жаңағы балаға қамқорлық көрсетеді. Ал басқа сәтте мемлекет ата-анасына қызмет көрсету арқылы, неше түрлі әлеуметтік көмекті көрсету арқылы осы баланы отбасында сақтап қалуға неше түрлі әрекеттер жасайды. Не себептен? Себебі зерттеулердің көрсетуі бойынша мемлекеттік ұйымдар баланың қамқоршылығымен өзінің жаңағы балаларды тәрбиелеу функциясын өзіне алғанмен, балаға қажетті жаңағы өміріне ары қарай өмір сүруге қажетті нәрселерді қамтый алмайды екенбіз. Зерттеулер көрсетеді, балалар үйінде өскен баланың 40% міндетті түрде бас бостандығынан айырылады екен, 40% жаңағы неше түрлі дұрыс емес жолға түсіп кетуі мүмкін. Ол қыздарымыз, иә, жаңағы ұлдарымыз жаңағы социумға қарсы әрекеттер жасауы мүмкін екен. 10% неше түрлі тәуелділіктерге түсіп кетеді екен, және 10% өмірін суицидпен аяқтайды екен. Яғни балалар үйінде, мемлекеттік мекемеде тәрбиеленген балалардың ішінен жаңағы қоғамға пайдасы тиетін, қоғамда жаңағы өзін ұстай алатын, ары қарай дұрыс ұрпақ тәрбиелей алатын адамдар өкінішке орай жаңағы тәрбиеленбейді екен, және өте сирек жаңағы білім алып, ары қарай басқа адамдар сияқты, отбасында өскен бала сияқты өмір сүріп кетуі өте жаңағы қиын болып табылады екен. Енді мына жерде әріптестер, бізде жағдаятпен жұмыс белгіленген. Жалпы бұл жұмысты біз қазір жасай алмайтын болып тұрмыз, бірақ мен келесі вебинарларға міндетті түрде бұны алып қалатын боламын. Бұл жерде мынау берілген кейс бойынша сұрақтарға жауап беру керек болады. Келесі вебинарларда міндетті түрде осыны қарастырамыз деген ойдамын. Енді бүгінгі отбасын қолдау орталықтарының баланың мүддесін сақтау фокусындағы қолданылатын заңнама, жаңағы құжаттар, заңнамалық актілерге қатысты вебинарымыз аяқталды. Сіздердің сұрақтарыңыз бар болса, мен жауап беруге дайынмын. Жалпы бүгінгі
бүгінгі вебинарға қатысты бір қорытынды жасайтын болсақ, бүгін біз жалпы әділет, заң, закон порталдарымен жұмыс істеуді қарастырып шықтық. Қандай, не себептен отбасын қолдау орталықтары ашылды, одан кейін осы жұмысты жүргізу үшін қандай заңнамаларға негізделенеміз, соны қарастырдық. Сонымен қатар әр заңды жаңағы жалпылап түрде қарастырып шықтық. Қай жерде біздің функциямыз, міндетіміз бар. Сонымен қатар жұмысымызды жаңағы бала тәрбиесіне, бала қорғауға қатысты ата-ана мен мемлекеттің құқықтары мен міндеттерін қарастырып өттік. Сұрақтарыңыз бар болса, жауап беруге дайынмын. Дәл осы вебинардың орыс тіліндегі жазбасы сіздерге жіберілген болатын. Осы жазбада сіздерге жіберілетін болады. Әрине, заңмен жұмыс істеу біздің жаңағы заң әлеуметтік қызметкерлерге қиын болуы мүмкін, алайда көп сәтте жаңағы эмоционалды күйю, не болмаса кейбір тараптарға өзінің қызметтерін, өзінің жаңағы міндеттерін түсіндіру үшін осы заңнамаларға біз сүйенсек болады. Сұрақтарыңыз бар болса, жауап беруге дайынмын әріптестер. Жоқ, сұрақ жоқ, барлығы жақсы өтті. Енді алдағы уақытта тағы ұйымдастырылады деген үміттеміз. Рахмет. Рахмет, әріптестер. Сіздер